Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін 77-ші сабақтың тапсырмаларын орындаймыз. Жұрнақ пен жалғау. Суреттер бойынша мәтін құрастыр дейді. Оқулықтарыңда суреттер берілген, балалардың әртүрлі жаттығулар жасап жатқан. Оған сәйкес мәтін құрап көрейік. Спорттық жаттығулар, тән саулығы деген тақырып алдым. Таңертең таңғы жаттығу жасау ағзамызға пайдалы. Айсұлу, Жандос және Маржан үнемі неше түрлі жаттығулар жасайды. Сондықтан олар күні бойы сергек жүреді. Мінекей осындай шағын мәтін жазуымызға болады. 54-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқиық. Ас алдында қолымды жууға ойым бөлінді. Тазалыққа мән берем, мұнтаздай ғып өңімді. Өлең не туралы? Өлең әрине тазалық туралы. Ас ішер алдында әрқашан қолды тазалап жуу керек. Тазалыққа сөзін таза, тазалық сөздермен салыстыр. Содан соң өзің қорытынды жасап көр. Таза дегеніміз түбір сөз. Қандай деген сұраққа жауап береді. Оған ылық деген жұрнақ жалғанып, жаңа сөз туып тұр. Яғни тазалық деген сөз не деген сұраққа жауап береді. Демек, сын есімнен зат есім туып тұр. Қа деген қосымшаны жалғайтын болсақ, сөздің мағынасы еш өзгермейді. Сөз жай ғана түрленеді. Қа дегеніміз жалғау, яғни барыс септігінің жалғауы болып табылады. Демек, қосымша екіге бөлінеді, жұрнақ және жалғау болып. Егер сөздің мағынасын өзгертіп жіберсе жалғанған қосымша, онда ол сөз тудырушы жұрнақ болып есептеледі. Ал жалғау, оның 4 түрі бар. Ол туралы мен қазір сілтеме тастап кетемін описание бөліміне. Сөзді құрамына қарай талдауға байланысты бірнеше видео сабақтарым бар. Соларды мұқият көріп, білімдеріңізді толықтырып алсаңыздар болады. Түбір, жұрнақ, жалғаудың қалай белгіленетіндігі туралы шартты белгілері оқулықта берілген. Қарап, естеріңізге сақтап алыңыздар. 55-ші жаттығуда мақалды көркем жазып, жұрнақ жалғанған сөздерді табуымыз қажет. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Жұрнақ жалғанған сөздер өнерлі және өнерсіз деген сөздер. Түбірлері өнер, ал лі және сіз деген қосымшалар бұл жұрнақ. Егер түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Тапсырмаларды орындап болдық. Поделиться деген батырманы басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.